айы ерекше таңдады және сол елшілердің ішінен Алла Тағала бесеуін таңдап алды. Ол Нух алейхиссалам және Ибрахим және Муса және Иса және ең соңғы пайғамбарлардың бірі Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Және осы бесеудің ішінен Алла Тағала екеуін таңдады, Ибрахим алейхиссаламды және пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямды. Және екеуінің ішінен бүкіл адамзатқа бүкіл пайғамбарлардың тақуалардың имам етіп, пайғамбарлардың соңы етіп, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала таңдады. Тура сол сияқты Алла Тағала өзі періштелерді жаратты, сол періштелердің ішінен Жибрил алейхиссаламды таңдады. Және Алла Тағала жерлерді жаратып, сол жерлердің ішінде ең қасиетті Алла Тағала өзі Меккені таңдады. Және Алла Тағала айларды жаратып, соның ішінде ең абзалы айлардың сұлтаны осы Алла Тағала Рамазан айын таңдады. Және Алла Тағала түндерді жаратып, сол түндердің ішінде мың айдан қайырлы Алла Тағала сол қадір күнін таңдады. Сол себептен бүгінгі Алланың қалауымен бірінші күні болды. Сол Рамазан айы баршаңызға Алла Тағала берекелі етсін. Және сіздерді осы Рамазанның келуімен құттықтаймын. Өйткені бұл ай сондай Алла Тағала Құранда «Шахру Рамазан аллази унзила фихил Құран». Ол Рамазан сондай ай, бұл айда Құран түсірілді. Худан линнас, ол Құран қандай? Адамдарға тура жолды нұсқайтын. Және тура жолды баяндайтын, жақсылық пен жаманшылықты ажырататын сол Құранды Алла Тағала осы Рамазан айында түсірді. Сол себептен де бүкіл адамзатқа қаратай тура жолды нұсқайтын Алла Тағала осы керемет айда Алла Тағала Құранды түсірді. Және осы ай сондай бір сәттерден, минуттардан, сағаттардан, күндерден тұратын өте бір кішкентай ғана мерзім. Өйткені кеше 2017 жылы ораза ұстадық, содан бері 11 ай өтті, бірақ сол 11 ай сияқты емес, бәлкім 11 сағат сияқты өтіп кетті. 11 сағат сияқты. Сол себептен де бұл уақыт өте тез өтіп кетті. Енді адамның қалған ғұмыры тура сол сияқты сол бейнеде өтіп кететіні ақиқат. Енді адам баласы осы айда, осы маусымда басқа кездерде күнә харам болғанымен, осы айда адам жаман істер болатын болса арылып, жақсы істерге қаратай өзін беттетіп, жақсылықты істеуге, көп амалдарды істеуге қаратай бүкіл күш-жігерін жұмсауға тиіс. Өйткені бұл сәт Алла Тағаланың беріп жатқан әрбір мұмин құлдарына үлкен бір ерекше сый болып есептеледі. Адам негізінде ақыреті үшін амал жасайтын болса, ол дүниесімен және ақыретін қамтыған болып есептеледі. Ал кім тек қана дүние үшін амал жасайтын болса, оның ақыреті заяға кетеді, бірақ дүниесі ғана болады. Сол себептен де Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бұл нәрсеге негіз «Уәмән амила салихан мин зәкәрин ау унса». Қандай да бір әйел адам болсын, ер адам болсын, қандай да бір салихалы амалды жүзеге асыратын болса дейді, оған біз жақсы өмір береміз дейді, жақсы өмір. Қай кезде? Бұл дүниеде де, ақыретте де. Ал кім тек қана бұл дүниені қалайтын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала айтты. Құл, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Хәл нунаббиукум бил ахсарина амаlan. Амалдары зая кеткендер жайлы саған хабар берейін ба деп айтты. Олар кімдер? Долла са'йкум фил хаяти дуния. Дүние тіршілігінде бүкіл істеген күш-жігері, талпынысы, еңбегі зая кеткендер. Бірақ өздерінің ойына келетін болса, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Бірақ өздері олар жақсылық жасап жүрміз деп ойлайтын, сондай ойлап болады дейді өздері. Бірақ ондай емес дейді. Олар қандай деген кезде أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. Міне солар Раббысының аяттарына және Раббысымен жолығуға кәпірлік қылғандар. Олардың жазасы не болады? فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Олардың бүкіл істеп келген амалдарының бәрі жойылып кетті дейді. Бүкіл істеп келген амалдар. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
қиямет күні болған кезінде кішкентай болса да салмақ тартпайды істегенде. Неге? Өйткені олардың бүкіл амалдары жойылып кетті. Сол себептен әрбір адам былтырғы Рамазан айында қаншама адамдар ораза ұстап, тарауых намазына қатысып, бірақ биыл ол кісілер осы жылғы Рамазанға жетпей қабірлердің ішінде жатыр. Енді Алла Тағала бізді осы сәтке жеткізді. Адамның ең үлкен бір қатты, үлкен бір адам баласына берілген құлшылық, үлкен бір нығметтер Алла Тағалаға бойұсыну, Алла Тағала өз жәрдемдесуі, сәттілігін беруі. Сол себептен әрбір сәттілікке, әрбір құлшылыққа сәттілік салынған сайын біз Алла Тағалаға көп шүкір етуіміз керек. Бізді осы айға жеткізгеніне, бізді осы айға жеткізіп, осы айдың сауабын алуға Алла Тағала нәсіп еткеніне Алла Тағалаға көп шүкір етуіміз керек. Өйткені ендігі жылғы Рамазан айына жетеміз бе, ол белгісіз нәрсе. Тіпті осы айдың өзінің соңына дейін біз ұстай аламыз ба, ол да белгісіз нәрсе. Өйткені Алла Тағала Құранда «Лә тәдрейна нәфсун би ай ардин табу» жан білмейді қай жерде өмірден өтетінін, «Уа мәзә тәксибу ғада» және ертең не нәрсені кәсіп қылатынын білмейді. Белгісіз нәрсе. Сол себептен қаншама адамдар өзінің аяғымен шығып, біреудің аяғымен келіп жатыр. Және қаншама адамдар таңертең тұрып өзінің қолына сағатын өз қолымен тағып, сол сағатын мұрагерлер шешіп алып жатыр. Және қаншама адамдар бар, өзінің көлігіне өз аяғымен отырып, есігін өз қолымен жауып, сол көлігінің есігін басқа бір адамдар немесе жедел жәрдемде істейтін адамдарға ашып алып жатыр. Және қаншама адамдар бар, өзінің көлігінің үстіне өзі киіп, түймесін өз қолымен түймелеп, сол көйлегінің түймесін ең соңғы рет бұл дүниеде жуындырып, мәңгілік сапарға шығарып салатын адамдар шешіп алып жатыр. Және қаншама адамдар бар, бұл дүниеде кішкене демалып алайын деп көзін жұмып, сол көзі бұл дүниеде ашылмай, ертең әлемдердің Раббысының алдында қара қабірде екі періштенің алдында сұрақ пен жауап ашылатын көздер бар. Сол себептен өмір деген нәрсе өте қысқа. Кеше 11 сағат сияқты өте шықты. Енді қалған ғұмырда тура сол сияқты бір бейне, кішкентай бір өмір сияқты өте шықты. Сол себептен де бұл айда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың сүйіншілі келген кезінде мен сендерге сондай берекелі бір ай келіп қалды. Ол Рамазан айы деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі сахабаларға сүйіншілі болған. Неге? Өйткені бұл айда шынайы қуанышпен сонша уақыт күтіп, я Раббым сол айға жеткізіп, өзің разы болатын жақсы амалдарға жеткізіп, сол нәрсені аңсап жүрген құлдар бар Алла Тағала. Ол кімдер? Ол шынайы Алла Тағалаға толыққанды иман келтіріп, Алла Тағаланың сауабын іздеп жүрген құлдар. Сол себептен де адам бұл айға жеткеннен кейін бұл негізі сондай бір түнде біз нұр жан-жағынан жиналған түнде бұл. Қандай деген кезінде оразаның нұрымен, Құранның нұрымен және күндіз Алла Тағаланы зікір етудің, түнде тарауых оқудың, түнде тахаджуд оқудың, осындай Алла Тағаланың нұрлары, осындай нұрларды бүкіл өзіне қамтыған айда нұрлардың бәрі. Өйткені Алла Тағала Құранда айтады: «Нурун аля нур, яхдиллаху ли-нурихи ман яша». Нұрдың үстіне нұр. Алла Тағала өзінің нұрына қалаған құлын ғана бастайды дейді. Сол себептен де күндіз ораза бұл нұр, түнде тахаджудта тұрады бұл нұр, тарауых намазында тұрады бұл нұр, күндіз Құран оқиды, ораза ұстайды, бүкіл нұрдың бәрі жан-жаққа қамтыған сондай бір берекесі мол айда Алла Тағала. Сондықтан да бұл айда Алла Тағала баршамызға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқан сияқты: «Ида жаа Рамазан», егер осы Рамазан айы келетін болса, «Футихат абуабул жанна», жәннат есіктерінің бәрі ашылады. «Ва хуллихат абуабун нар», тозақтың есіктерінің бәрі жабылады. «Ва суффидат иш-шаятин», және адамға үнемі асығып жүретін жаман ниеттегі шайтандардың бәрі. Бұл Алла Тағаланың беріп жатқан құлдарына үлкен бір жеңілдік негізінде. Алла Тағала біздің дәрежеміздің өсуін, жәннаттағы нығметтерге кенелуімізді және сауаптарды алуымызды Алла Тағала ең қатты қалайтын Алла Тағала бізге. Неге? Өйткені осындай айда сауаптар жан-жағын қамтыған айда Алла Тағала бізге ерекше бір рахымдылығымен осындай бір жеңілдіктер жасап жатыр.
عتقاء من النار ذلك في كل ليلة. Allah Tağala'nın dozaqtan azat etетін арнайы құлдары бар дейді. Ол қайда болады, қашан болады, белгілі бір уақыты ма? Жоқ, әрбір түні солай болады дейді. Allah Tağala өзінің құлдарын дозақтан азат етеді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, жылда айтылып жүрген нәрселер, бірақ Allah Tağala Құранда айтқандай, фәзәккир, естеріне сал дейді. Еске салу мұминдерге пайда береді дейді. Егер осы Рамазан айында мән сома Рамаданы кім Рамазан айында ораза ұстаса, иманы Алла Тағалаға толық иман келтіріп, ешқандай күмәнданбастан, уахтисабан бүкіл сауабын бәрін Алла Тағаладан үміт етіп, ғуфира лакум ма тақаддама мин замбихи, ілгері кеткен бүкіл күнәларын Алла Тағала кешіреді. Тағы бір хадисте айтады, қадір күніне байланысты, мән қома лейлатул қадри иманан уахтисабан ғуфира лакум ма тақаддама мин замбихи. Қадір күнінде кім Алла Тағалаға шынайы иман келтіріп, сауабын тек бір Алла Тағаладан үміт етіп тұратын болса дейді намазда, ілгері кеткен Алла Тағала күнәларын кешіреді дейді. Сол себептен де осындай бір берекелі айда Алла Тағала басқа бір аятта айтқандай, фастабиқул хайрат, жақсылықтарда жарысыңдар дейді. Ізгіліктерде, жақсылықтарда. Ас-сияму джуннатун, бұл ораза қалқан дейді. Қай жағынан? Бүкіл жағынан қалқанда. Егер күнәға қарай келетін болса адам, Алла Тағала сондай дәрежеде былай да тәрбиелеп жатыр, өзінің адал еткен нәрселерден тыйылуға, сондай нәрсеге тәрбиелеп жатыр Алла Тағала. Осы айдан шыққаннан кейін Алла Тағала харам еткен нәрселерден тыйылу құл үшін әлдеқайда оңай болады. Сол себептен осы айда Алла Тағаланың нығметтерін түсінуге, өйткені фақыр, кедей, жоқ-жет қаншама адамдар бар. Соның байлар бір уақыт солардың да халын жағдайын түсінуге Алла Тағала практикалық тұрғыда біздің басымызға осы нәрсені беріп жатыр. Өйткені ашу деген нәрсені әрбір адам күнде сезіне бермейді. Сол нәрсеге Алла үшін сабыр сақтап, сол кедейлер біз бір белгілі бір уақыт қана қарнымыз ашып, бірақ тоятын уақытымыз белгілі да. Бірақ қаншама міскін адамдар бар, қарны аш, бірақ тоятын уақыт белгісіз да. Сол себептен сіз бұл құлшылық кешке жақын ауыз ашқаннан басталады Алла Тағалаға жақындық. Қалай? Өйткені сіз келіп ауыз ашқан кезіңізде Алла Тағалаға бойсыну мақсатында осындай бір ниетпен су ішіп, құрмалармен ауыз ашып, тамақ ішетін болсаңыз, бұл үлкен ғибадат болып есептеледі. Егер ниет Алла Тағала айтып отырған Құранда кулу вашрабу, ішіп жеңдер құлдарымды. Я Раббым, сен айттың, мен саған бойсынған түрде, мен сенің әрбір жаратып берген кішкентай түйір күрішіне мұқтажмын Раббым деп өзін төмен ұстап, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтқандай, мен құлмын, құл сияқты отырып тамақ ішемін дейді. Бұл дүниенің патшалары сияқты немесе сондай бір дандайсы отырысын өзгертіп емес, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен құлмын, құл сияқты отырып тамақ ішемін дейді. Сөйтіп, я Раббым, сенің алдында тұрған, сен шығарып берген осы нығметтеріңнің әрқайсысына мен мұқтажмын, я Раббым деп басты салбыратып, я Рабби деп оған бойсынған түрде су ішіп, сол құрмалармен ауыз ашып, тамақ ішіп жатқан кезінде, бұл да егер ниет, я Раббым деп оған бойсыну мақсатында ниет ететін болса, бұның өзі үлкен бір құлшылық болып есептеледі. Сондықтан енді уақытымыз болып қалған сияқты, Алла Тағала баршамызға осы айларда және келесі жылғы Рамазанға өзі разы болатындай жақсы амалдармен жетуімізді нәсіп болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, ас-салатул хамса, 5 уақыт намаз, әл-джумату иля джумати, жұма намазынан жұма намазға дейін, Рамадан иля Рамадан, Рамазаннан келесі Рамазанға дейін, мукаффиратун лима бәйнахунна, өз араларындағы нәрселерді жуып шайып жібереді дейді. Ида ижтанаба әл-кабайр, бір шарты бар, егер үлкен күнәлардан бойын аулақ ұстайтын болса, кішігірім күнәларды Алла Тағала намаз мен намаздың арасында 5 уақыт, жұма мен жұманың арасында, Рамазан мен келесі Рамазан айында жуып шайып жібереді Алла Тағала. Және осы Рамазан айында кім умра қажылығын жасайтын болса, ол кіші үлкен қажылығымен тең болып айтылған. Өйткені бір әйел адамға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
сен неге умра жасамадың дейді. Ол өзінің бір себептерін айтады, умра жасай алмаған. Келесі жылы болса Рамазан айында кіші қажылық жаса. Осы Рамазан айында жасалған умра үлкен қажылыққа тең деп айтады Пайғамбарымыз. Сондықтан Алла Тағала баршамызға сауаптан жазып,